Сәлем, Альмира, сенің сұранысың бойынша мына видеоны түсіріп отырмын. Саған көрсеткім келгені мына WordWall деген программа. Ол үшін Google-ға кіріп, мына жердегі WordWall деп жазсаң, мына эмблемада шығады. Осыған ең бірінші регистрация жасайсың. Регистрация жасағаннан кейін мына жерде өзінің профилің ашылады. Мына маңайда көрдің бе? Енді осы программа арқылы сен бір тапсырманың өзін бірнеше рет түрлендіріп жасауға болады. Саған арнайы мынандай дайын шаблондар беріледі. Қателеспесе, мына жерде 18 ба сондай дайын шаблон тұр. Осыны таңдауға болады. Енді сенің жаңағы жіберген сұрағыңа байланысты мен оны викториналық сұрақ ретінде қарап көргім келді жасап. Тест тапсырманы жасау үшін создать действие дегенді басасың. Осындай окошко шығады. Мына жердегі жаңа биологиядан тест, я болмаса қандай тапсырма бойынша аласың, соны жазуға болады. Мына инструкция тұр ғой астында, соған сұрақтарды жазасың. Мен алдын ала дайындап қойдым. Мінекей сұрағын жазасың. Қай ответ дұрыс, соған басасың былай. Галочканы бассаң, осы қойылады. Содан кейін бұл жерде кем дегенде 5 сұрақ болу керек. Осының бәрін жасап болғасын, сен мына сделаны дегенді басасың. Қазір сенің сабағың жүктеліп жатыр. Қазір бұл викториналық түрде болып жатыр, е? Бұны бұлай өзгертуіңе болады. Мына жерде бірнеше варианттарды беріп тұр саған. Мінекей саған қазір көк болып жанып тұр, осының бәрін мен өткізуіңе болады. Мен контрольный опрос дегенге ауыстыруыма болады, мысалға. Мінекей осыны бассам, мына стартты тексерем. Қай сұрағын басады балалар, сол дұрыс болып галочка белгіленеді. Осылай тапсырады балалар. Егерде қате жауап берсе, мен өтірік басып атқан жерім бар, дұрыс болып отырмын. Так, мысалға, қате болса X шығады. Содан кейін бұны сілтеме арқылы қалай жібересің оқушылар? Ол үшін делиться дегенді басасың. Осыны басасың. Копировать деген шығады сенде. Копировать басып аласың. Сосын болды, сілтемені алып, WhatsApp арқылы жібере бересің топтарға.